Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен кірпі печеньесінің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Барлық керекті құрамды описание бөліміне толық жазып қоятын боламын. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майымызды салып аламыз. Оның үстіне құмшекерімізді салып миксерлеп алатын боламыз. Достар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ұнап жатырса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де видео барысында жіберген қателігіммен бөлісетін боламын. Достар, каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Жасалу жолы өте қарапайым, сіздер де жасап көріңіздер. Енді массамыздың үстіне бір жұмыртқаны жарып, оны тағы да миксерлеп алатын боламыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп алатын боламыз. Және үстіне қопсытқышымызды салып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Өте дәмді және пішіндері де ерекше болып, балаларыңызға, үйдегілерге ұнайтынына сенімдімін. Мінекей қамырымыз дайын болды. Өте жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр. Енді кірпіміздің пішінін келтіретін боламыз. Достар, менде осы өлшеу барысында қателік кетті деп ойлаймын. 30 граммнан салған болатынмын. Ол піскен мезгілде үлкен болып, менің кірпілерім семіз қойларға ұқсап қалған. Сондай қателікті жібермес үшін сіздер 20 граммнан алсаңыздар, өте әдемі, кішкентай болып кірпілеріңіз әдемі болып шығатын болады. Барлығы бірдей пішінде болу үшін өлшеп алғандарыңыз жақсы. Осылай қолымызбен домалақтап және бас жағын сүйір қылып, кірпінің пішінін келтіреміз. Печеньеларымызды 170 градуста 20-25 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің печеньеларымыз дайын болды. Енді кірпі тәріздес етуі үшін үлкен ыдысымызға ыссы суымызды құйып, оның үстіне шоколадымызды ерітіп алатын боламыз. Және де кокос жаңғағы қажет болады. Еріген шоколадтарымызды видеодағыдай жағып шығатын боламыз жарты бетіне. Және кокос жаңғағына аунатып аламыз. Дүкеннің маргарин қосылған печеньесінен 10 есе артық деп ойлаймын. Сары маймен және құрамы таза, табиғи болып есептелінеді. Барлық кірпелерімізді дайындап болдық. Енді қалған шоколадтың бөлігін кондитерлік пакетімізге салып, көзі мен мұрнын келтіретін боламыз. Барлығы видео барысында жақсы түсіндірілген, қарап шығыңыздар. Мінекей достар, бүгінгі біздің кірпі печеньеларымыз дайын болды. Өте әдемі. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын баршаңызға.